Hareketini жасайсың әрине. 5 уақыт намазда да сұрайсың, түннің бір уақытында тахаджуд намазында тағы да сұрайсың. Салаватты да айтасың, исхбартты айтасың, қысқасын айтқанда бәрін көресің ғой. А бірақ Инстаграмда, ТикТокта отқанда оның бәрін айтпайсың ғой, несін айтасың? Ойбай, мен бүйтіп жатырмын, сөйтіп жатырмын да айтпайсың ғой. Көресің, бұйырса болады, бұйырмаса болмайды. Біреуге 10 жылда береді, біреуге 5 жылда береді, біреуге 1 жылда береді, біреуге 1 айда береді. Сондықтан да это нормально. Это нормально. Айтады ғой, адамға Алла көтере алатын сынақ береді дейді. Біреуге есеппен береді, біреуге төсекпен береді, қаласа ұлы береді, қаласа қыз береді, қаласа егіз береді, қаласа бермейді вообще дейді. Соның үшін соның бәріне көну керек, төзу керек, сабыр ету керек. Ты похудел дейді. Да, я похудел, классно, да? Еріккеннен арықтаған жоқпыз. Осы балалы болып қалатын шығарым арықтасам деп соғанда тырыстық қой. Әлі де тырысамыз. Әлі тағы тастаймын. Так что просто тілекші болып жүре беріңіздер. Әлі естейсіздер, Құдай қаласа. Алла берді, әлі естейсіздер. Кало болып, ұлды болыпты, қызды болыпты деп. Бүкіл Қазақстанды аралаймын. Мен сол кезде айтатын, мен қашан 7 жыл болды ма менің үйленгеніме? 7 жыл болады енді үйленгеніме. Мен сол анау басында айтатын. Құдай қаласа мен балалы болсам, бүкіл үлкен қалалар бар ғой. Қанша болды ол? 14 қала ма, 16 қала ма? Сол қалалардың бәрін аралап сүйінші сұрап жуып шығамын сол кезде. Баламды көрсетпеймін әлі ол кезде. Көрсетіп кетсе тағы. Оған дейін бірақ өзім аралап жуып жүреміз ғой. Бірақ халалынан жуамыз да енді, шайып кетпей. Мен ура, Аллаға шүкір балалы болдым деп. Бір кейін намазын тастап ішіп кетсең бәле ғой, жуайық деп. Текст па? Не деп жазасың? Так, өрдегі әңгіме. Жонушка зажигает десең болады. Басың ауырып, миың шіріп отырсын балалардың ортасында дейді. Аумин. Колобок, братан, салмақ қалай тастадың дейді. Салмақты, енді қысқасын былай түсіндіріп айтайын. Скоро ораза айында біз марафон жасай алмаймыз. Арықтау марафонын мен ол кезде жасай алмаймын.